Кайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тоқ пешін қолданбай-ақ қорждарын табада дайындауға болатын осындай әдемі, дәмді буби пай тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бізге қажетті заттар: ұн, какао, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, қайнап тұрған су, құмшекер, сұйық май және жылы сүт. Ұнымызға қамыр қопсытқышты және какаоны салып, араластырып дайындап қоямыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстінен құмшекерді саламыз және венчикпен жақсылап араластырып жібереміз. Жұмыртқа мен құмшекер бірігіп, құмшекеріміз еруі қажет. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құямыз, араластырып отырамыз. Және ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Бірден барлығын салмаймыз, осылай араластырып отырамыз. Қайнап тұрған суымыздың жарты бөлігін құямыз, араластырып жібереміз. Және қалған ұнымыз бен қалған суды алма-кезек салып араластырамыз. Қамырымызды осындай таразының көмегімен теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осылай қамырларымды дайындап алдым, құйып. Газ пешіміздің астын қосып, табамызды қыздырып аламыз. Кішкене ғана сұйық май құйып жағып жібереміз. Дайын қамырымызды құямыз, тегістеп жібереміз. Газ пешіміздің астын орташа отқа қоямыз. Қатты отқа қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Мінекей пісіп жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай. 10 минутта пісіп қалады. Міне піскенін осылай қараймыз. Ұстаған кезде қолға жабыспау қажет. Және де осындай таяқшаны кіргізген кезде құрғақ болып шығуы керек. Осы кезде ала береміз. Мінекей екінші қамырымды құйып пісіріп алып жатырмын. Дәл осылай үшінші коржды да пісіріп аласыздар. Піскен кезде осылай бетін басып көреміз. Коржым дайын болды. Енді ала беремін. Тортымыздың кремін дайындаймыз. Бірінші ірімшігімізді салып аламыз, яғни творожный сыр. Үстінен құмшекер саламыз. Одан кейін миксермен бір араластырып жібереміз. Яғни құмшекер мен ірімшігіміз бірігіп езілуі қажет. Үстінен кілегейді құямыз. Енді миксермен араластырып крем жасаймыз. Креміміз қоюлана бастағанда, яғни дайын болды деген сөз. Мінекей осындай болып шығады. Тортымызды жинауға кірісеміз. Мінекей біздің корждарымыз әп-әдемі болып, осындай болып шықты. Кремді кондитерский мешокқа салып аламыз да, осындай шариктер шығарып, тортымызды жинаймыз. Ортасына да крем жағып жібереміз. Екінші коржымызды саламыз. Тағы да шеттеріне шарик қылып кремдер шығарамыз. Үшінші коржымызды қойып, үстінен крем жағамыз. Тортымыз түзу, әдемі болу үшін кремдерді біркелкі қылып жағып, тегістеп шығамыз. Ертілген шоколадты тортымыздың бетінен құйып шығамыз. Шоколад пен сұйық майды толқынды пеште немесе су моншасында ертіп алсаңыздар болады.
Тортымызды әсемдейміз. Кез келген жеміс түрлерін қолдансаңыздар болады. Мен киви, мандарин қолдандым және мынандай ақ шоколад қойдым. Бетінен кішкене қант ұнтағын сеуіп жібердім. Тортымызды жинап болғаннан кейін бір күнге тоңазытқышқа қойып, екінші күні кесіп жесеңіздер, кремдері сіңіп өте дәмді болады. Мінекей кусогын өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шыққан және дәмді болып шығады. Дәл осылай табада торт дайындауға болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеом сіздерге пайдалы болса, лүпіл басып пікір қалдырып кетіңіздер. Және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай дәмді торт жасап, шай ішіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.